Бұл қасқырдың ақыл айласы кейде адамнан артық болады. Ертеректе басымнан мынандай қызық жағдай өткені бар деп қарт аңшы малдас құра ыңғайланып отырды. Мен қақпанды үнемі осы аймаққа құратынмын. Қақпанымда құр жатпай олжалық айтып жүрдім. Бірақ кейінгі кездері осы төңіректе екі қасқыр пайда болып қақпанға түскен олжамды қоймайтын болды. Әбден дәнігіп алған немелер мен құрған қақпандарда айнала торып жүретін әдет шығарды. Қап бәлем тұратыр. Осыдан қолыма түсерсің деп мен де тістеніп жүрдім. Содан бір күні осы жуан жалға құрылған қақпандарымды шетінен бастап бақылап келе жатқам, кенет алдымнан бір қасқыр шыға келді де жалт беріп биік жалға өрлей салды. Араға шықтық, жақын болған соң әлгі қасқырдың артқы аяғын сүйрете басып бара жатқанын анық байқадым. Мен де атқа қамшы басып қуып кеп бердім. Қолымдағы 6 таспа бұзау тіс қамшымды ыңғайлай ұстап, енді құтылмассың деп қоям тістені. Әбден ызасы өткен бұл қасқырды қалайда соғып алмаққа бекіндім. Бірақ алдымдағы шойнаңдай қашқан қасқыр жеткізер емес, әне-міне қамшы сілтер тұсқа жеткенде жалт беріп жанамалай қашады. Өзі де жарақатын ауырсынғандай арасында омақаса құлап, бір аунап тұрады. Астымдағы тобылғы меңді торыда осал жылқы емес, талай қасқыр қуғанда құтқармай алдыңғы аяғымен тарпый теуіп белін үзіп жіберген кездері болған мінезді жылқы. Содан ақсақ қасқырды қуа-қуа ит тұмсығы батпайтын қалың сексеулі біткен ит қиынның қалыңына келіп жеткенімді байқамай да қалыппын. Осы қалыңға кіргенде ақсақ қасқырдан көз жазып қалдым. Бірден атып алмағаныма енді өкіне бастадым. Ар-бері қарап, түк шықпаған соң кері қайтып осы маңайға құрған қақпандарымды көре кетуді ұйғардым. Қалыңнан шығып әудем жерден көзге ерекше көрінетін өз бір шоғыр болып бөлек өскен сары шырпылы сексеуілдерге беттедім. Қақпанымды сонда құрғам. Көк жігерлі жуан томарға борсықтың майын жағып арнайы қасқырға құрған қақпаным еді. Бір шоғыр болып биік өскен сексеуілге жақындай бергенде астымдағы торы құлаған тіктей қадап тұра қалды. Тораттың аң көргендегі үйреншікті әдеті бұл. Мен де қамданып, қалыңға тікелей кірмей, сыртынан орағыт айналып, шолақ мылтығымның шүріппесін қайырдым. Айнала бері алдымнан жаңа ғана өзім қуып келген ақсақ қасқыр шыға келді. Бірақ бұл жолы қашпады. Бірдемеге мазасызданғандай күйгелектене айналшықтап, қалың сары шырпы балақтаған сексеуілге бірнеше барып қайтты. Аяғының ақсақ дымы да жоқ, айнала жортып жүгіріп жүр. Ақыры әудем жерге жылыстап барды да шоқиып отыра қалды. Енді сәлдесін қасқыр айналшықтаған сексеуілдің түбінен кішкене бөлтіріктің басы көрінді. Аяғында қақпан. Ауыр тоқпақ байланған шынжырлы қақпанды тырмыса тартып, ызалана арылдап қояды. Енді қасқырға қарасам басын аяғының үстіне қойып көсіле жатыр екен, бөлтірігіне мөлие қараған екі көзі мұңлы көрінді. Қос құлағын қайшылай қозғап, қыңсылаған аянышты дыбыс шығарады. Қасқырдың мұндай шарасыз күйін бірінші мәрте көруім. Өз терісін тірідей сыпырғанда қың демейтін қасқыр бөлтірік үшін басын ажалға тігіп аңшының алдында жатыр. Сонша жерде мені ертіп әкелу үшін ақсаңдай басқан айласының өзі неге тұрады? Бойымды аяныш сезімі билей бастады. Асықпай аттан түсіп бөлтірікке жақындадым да қайтер екен дегенде қасқырға қарадым. Ол неге болса да көндім дегендей орнынан тапжылмай жатыр. Әншейінде қасқыр көрсе осқырына қалатын торы атымда алаңсыз жайылып тұр. Тіпті таяқ тастам жерде жатқан қасқырды ит құрлы келейтін емес. Бұл бір аң мен аңшының ортасында орнаған керемет бейбітшіліктің белгісіндей әсер етті маған. Бөлтірікті босатып қоя бердім. Сонда ғана орнынан жеңіл көтерілген қасқыр ақсаңдай басқан бөлтірігін ертіп жорда жөнелді. Бұлар енді менің олжама тиіспейді деген ой келді маған. Бұл ойдың басыма қайдан келгенімді білмеймін. Әйтеуір бойымда сондай бір сенім пайда болды. Сол күні тек қасқырға арнап құрған қақпандарымды түгелдей жинап алдым. Аңшылық түйсігім алдамапты. Сол күннен бастап қақпаныма не түссе де өзіме бұйыратын болды. Арада жылдар өтіп, ақсақ бөлтіріктің де көкжал арланға айналған сырттай көріп жүрдім.
Бір күні әлде бір шаруаларға айналып қақпандарға бірнеше күн кешігіп келдім. Астымда осы ақжал күрең. Ол уақытта ақжалдың енді үйретіліп жүрген дөнен шықпа кезі. Жас күнінде тым секемшіл үркегет жануар. Жай аяңмен келе жатып, бұта түбінен ытқып шыққан қояннан үркіп жалп берді. Ат үстінде алаңсыз отырған мен қалай ауып түскенімді байқамай қалдым. Жазым деген аяқ астынан ғой, аунап түскенде сексеуілдің көк жігері оң жамбасыма қадалып та қалды. Алғашында ет қызуымен білінбеді ме, білектей томарды жамбастан суғырып алдым. Жарақаттың беті ашылып, қызылғаным атқылай жөнелді. Дереу белбеуімді шешіп жуан саннан қысып байлап қойдым. Қан тоқтағандай болғанымен, жанымды көзіме көрсете бебеулетіп әкетіп барады. Әлі де толық бастығы үйренбеген ақжал ат кетті жайына. Жаратқанға жалбарынып, жарақат аяғымды құшақтап, құмарасында мен қалдым жалғыз. Қозғалуға шама жоқ. Тап осылай 2 күн 2 түн өткенде әбден қансырап, есім кіресілі, шығасылы болуға айналды. Бір есімді жиғанда айналамды қасқырлар төңіректеп жүрген байқадым. Ит құсқа жем болып айдалада өлген деген осы екен ғой деп жатып талықсып кетіппін. Бұдан әрі қанша жатқанымды да білмеймін. Есімді жиғанда құлағыма сөйлескен адамдардың дауысы жетіп, өзімнің қауіпсіз жерде жатқанымды сездім. Кейін мені тауып алған жылқышылардан сұрасам, олар мені қасқыр қуып келе жатып көрген екен. Олардың айтуынша бір ақсақ қасқыр тапа-тал түсте жылқыға шабуыл жасайды. Ажалыңа асыққан қасқыр шығарсың деп ашуланған жылқышылар жарамды қос атпен қуып кеп береді. Әлгі ақсақ қасқыр не жеткізбейді, не алыстап кетпей бұларды бір түстік жерге дейін әурелейді. Сөйтіп мен жатқан белге келгенде бұларға қарасында көрсетпей жоқ болады ғой. Тіпті аяғы сау қасқыр да олай жүгіре алмас еді деп таңнан айтысты жылқышылар. Мен сонда барып, қалай тірі қалғанымның себебін түсінгендей болдым. Мен жараланып жатқанда келген қасқырлар баяғы ақсақ қасқырмен қақпанға түскен бөлтірік болар деп ойладым ішімнен. Ескі әдістерімен ақсаңдай қашып, жылқышыларды маған көмекке ертіп әкелген болып отыр. Міне ғажап. Қасқыр екеш қасқыр да менің жасаған жақсылығымды ұмытпағаныма сонда. Айдалада қансырап өлгелі жатқанымда, өзім құтқарған бөлтірік келіп, жақсылықтың қарымтасын қайтарғандай көрінді маған. Иә, тап солай болған анық. Тіпті бүгінге дейін мені ажалдан құтқарған сол ақсақ бөлтірік екеніне күмәнім болған емес деп қартаңшы сөзінің соңы нық сеніммен аяқтады. Тойкенов Айдар Темірбекұлы. Оқыған Қуат Ахметжан.